Dart программалау тілінде мен блокчейннің имитациясын осылай жасадым. Бұның қалай жұмыс жасайтынын мен қазір көрсетемін. Бұл енді ашық код, бұл мен GitHub'ымда тұр. Сол жерден ашып көрсеңіздер болады. Бірінші, блокчейндердің бәрі, блокчейндегі ақпараттардың бәрі осы жерде сақталады. Енді бұл тест үшін бұның орнына кез келген жерге сақтауға болады. Бұл примерно соған демо проект деуге болады. Бізде осындай репозиторий бар. Бұл арқылы біз блокчейнге данныйларды қосумен айналысамыз. Бұл жерде валидация істейді блокчейнге, немесе соңғы блоктың хэшін алады және блокчейнге қосады деген секілді. Одан кейін екі сервис бар, хэш калькулятор, бұл хэшировать етеміз. Енді және бұл жерде прокси деген паттерн қолданамыз, себебі мынаның орнына алдағы уақытта басқа зат қолдануымыз мүмкін. Сол кезде осы жерге барып просто өзгерте саламыз. Мына жерде данныйды JSON түрінде локалды мына базаға жазады. Енді бізде осы блокчейн арқылы данныйларды қосуымыз керек. Мен қазір қалай жұмыс жасайтынын көрсетемін. Мысалы, блокчейнге жазамыз. Ертай баланс, мысалға осындай. Тағы бір данный жазайық. Баланс осындай. Бұны жазамыз, іске қосамыз, сол кезде ол данныйлар осы жерге жазылады. Бұл жерде біз жіберген текстовый данный бар, және осы текущий блоктың хэші бар. Енді осыдан бұрынғы тұрған блоктың хэші, мынау біріншісі пустой болады, себебі оның алдында блок жоқ, мынау біріншісі. Мынау сол жазылған уақыт. Және мына жерде данный тұр, текущий блоктың хэші және бұрынғы блоктың хэші. Егер біз мына жерден блокчейннің жақсы жағы сол, бұл жерде егер біз қандайда бір данныйды өзгеретін болса, бұл жерде біз оны біле аламыз. Яғни блокчейннің смыслы сол. Данный жазылған зат өзгермейді ол. Қандайда бір данныйды мысалға мына жерге барып айталық. Ертайда мысалға 10 миллион емес, 1 миллион немесе 100 мың деп жазатын болсақ, кейін біз блокты тексеретін функция бар. Validate chain. Сондай жағдайда міне үшінші блок not valid деп тұр, яғни үшіншісі. Сол жерде міне өзгеріп кетті деген сөз. Қайтадан орнына қоятын болсақ, онда norm міне. Так, мынау примерно демо проект, әрине мына жерге тест жағы пустой, тест жазу керек және кейбір косяктар болуы мүмкін. Мен оны әрине қосып жіберем, егер байқалып жатса. Бұны жүктеп, былай іске қосып көруге болады. Dart программалау тілінде жазылған, және мына жерде модел бар. Бұл жерде текст осындай, және осындай керек функциялар, бөлімдер бар.